Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбай. Көлік министрлігі автомобиль және темір жолдардың су басып шайылып кетуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдап жатыр. Үкімет отырысы барысында көлік министрі премьер-министрге автомобиль және темір жолдардың дайындығы туралы баяндап берді. Марат Қарабаевтың мәліметінше, соңғы 3 жылда республикалық автожолдарда су тасқыны қаупі бар учаскелердің саны 20%-ға қысқарған. Биыл тәулік бойы кезекшілік және күнделікті патрульдеу су тасқыны қаупі бар 300-ден аса учаскеде жүзеге асырылып жатыр. Су тасқыны қаупі бар учаскелерде автожолдарды реконструкциялау шеңберінде учаскелердің бұзылуын болдырмау және автомобильдердің қауіпсіз етуін қамтамасыз ету үшін жасанды құрылыстарды қосымша орнату, су өткізу құбырларының диаметрлерін және олардың санын ұлғайту, сондай-ақ жер төсемі үйіндісінің биіктігін арттыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сеулде көлік вице-министрі Талғат Ластаевтың Корея Республикасы жер инфрақұрылым және көлік министрінің орынбасары Юн Санг Лимен екіжақты кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар Астана мен Сеул арасындағы рейстерді қайта бастау, аталған бағыт бойынша орындалатын рейстер санын ұлғайту, сондай-ақ Шымкенттен Сеулге және Пусан мен Қазақстан қалалары арасындағы рейстерді ашу мәселесін талқылады. Сонымен қатар вице-министр Тиуэй төмен бюджеттік әуе компаниясының және Sirius Airlines жүк әуе компаниясының басшылығымен кездесу өткізді. Кездесу барысында кореялық тасымалдаушылар Қазақстанға ұшуға ниетті екендерін білдірді. Көлік министрі парламент мәжілісінде шет мемлекеттермен жүктерді халықаралық құрама тасымалдау және авиациялық іздеу мен құтқару саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдерді бекіту мәселелері бойынша баяндамалар жасады. Марат Қарабаев ілеспе рәсімдерді оңайлату арқылы тасымалдау көлемін ұлғайтуға бағытталған Қазақстан мен Түркия үкіметтері арасындағы жүктерді халықаралық құрама тасымалдау туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасын депутаттарға ұсынды. Баяндамадан кейін көлік министрі Марат Қарабаев парламент мәжілісі депутаттарының сұрақтарымен қатар бақ өкілдері қойған сауалдарға да жауап берді. Көлік министрлігінде кеңейтілген алқа отырысы өтіп, ведомствоның өткен жылғы жұмысы қорытындыланды. Сондай-ақ 24 жылға арналған мақсат міндеттер айқындалды. Іс-шараға премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр, парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдар мен компаниялардың басшылары, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің, ведомстволық бағынышты ұйымдардың, қоғамдық кеңестің өкілдері қатысты. Министр Марат Қарабаев өз баяндамасында көлік министрлігі қызметінің өткен жылғы негізгі нәтижелеріне қысқаша тоқталып, биылға арналған жоспарлар туралы айтып берді. Көлік министрі Армения Республикасының еліміздегі төтенше және өкілетті елшісімен кездесу өткізді. Кездесу барысында Марат Қарабаев пен Армен Геворгян Қазақстан мен Арменияның темір жол және автомобиль көлігі, әуе қатынасы және теңіз порттары саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Айта кетерлігі, мемлекеттер арасында темір жол экспорттық, импорттық және транзиттік тасымалдар жүзеге асырылмайды. Ал авиация саласына келетін болсақ, СКАТ компаниясы Ақтау-Ереван бағыты бойынша аптасына 2 рейс орындайды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар көлік саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниетті екендіктерін растады. Осы апта көлемінде орналған жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.